Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен бірінші рет істегеннен-ақ керемет шығатын блиннің рецебімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге видеодағыдай ингредиенттер керек болады. Ең алдымен 3 тұқым, құмшекер және 1 шымшым тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. 500 грамм сүтіміздің жартысын қосып, оған май қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыз бен сүтімізді видеода көрсетілгендей кезек-мезек алмастырып құятын болсаңыздар, ешқандай түйіршік қалмайтындай болады. Ингредиенттердің қаншалықты мөлшерде екенін астындағы описанияда қалдыратын боламын. Менің каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне менің балам да көмектесіп, маған қолдау көрсетуде. Енді қызып тұрған тапаға майды қосып, оған блинді пісіріп аламыз. Отымыз қатты, я болмаса жай болмасын. Орта отта ешқандай өзгеріссіз блиндің бәрін пісіріп аламыз. Видеода көрсетілгендей, осылай май жағып қоятын болсаңыздар, өте дәмді, жұмсақ болады. Достар, егер сіздерге ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.